Міне осындай қытырлаған картошкалар дайындайтын боламыз. Ол үшін біздің видеомызды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бұны дайындау үшін көп зат керек емес. Ең бірінші картофель, кәдімгі картоп 500 грамм шамамен. Осыларды жуып, тазалап, бөліп, турап, қайнатып аламыз. Қайнағанда кәдімгідей картофельный пюреге қалай қайнатамыз, дәл сондай қайнатып аламыз. Бұлтаған балдарға да жақсы жеуге, чипсидің орнына. Және де оңай дайындалады, ешқандай қиындығы жоқ. Күнделікті үйдегі қолданып жүрген тамақтармен. Міне картофелімізді турап болдық. Енді су құйып, ішіне тұз салып, қайнатып аламыз. Кәдімгі картофельный пюре жасап аламыз. Картопымыз пісті. Суын сарқып төгіп, картопымызды езіп аламыз. Картоп езбеміз дайын болды. Енді осы жарты килограмм картоптың үстіне біз 100 грамм кукурузный крахмал қосамыз. Бұнда картофельный крахмал бармайды, міндетті түрде кукурузный крахмал болу керек. 500 грамм картопқа 100 грамм кукурузный крахмал қажет болады. Қоспамыздың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ішіне бұрыш қосып жатырмыз. Бұрыш, тағы да приправалар қосуларыңызға болады. Біз тұзды қостық. Мана картопты суға қайнатқанда тұзды суда қайнаттық. Сондықтан бұл жерде қоспаймыз. Міне картоп пен крахмалды, кукурузный крахмалды осылай әбден араластырып, енді осыларды бір белгілі формаға келтіреміз. Барлығын осылай бөліп алдық. Енді палочкалар жасап жатырмық. Палочкаларымыздың үстін осылай күнжетке батырып алып жатырмық. Мен бір пачка, яғни 20 грамм күнжет кетті бар болғаны. Осылай барлығын істеп алдын ала дайындап аламыз. Формасын өзіңіз білесіз, қандай ұзын қыласыз ба, қысқа қыласыз ба. Міне біздің палочкаларымыз дайын. Енді осыны майға қуырып аламыз. Қатты қызып тұрған майда қуырып аламыз. Бір жағы піскесін екінші жағын аударып, екі жағынан да қызартып қуырып шығамыз. Міне біздің картофельный палочкаларымыз дайын.
ысқырлап тұр, жегенде де жақсы дәмі. Балаларға ұнайды деп ойлаймын. Өте дәмді. Істеп көрсеңіздер де болады. Астарыңыз дәмді болсын. Бізбен бірге болыңыздар.